Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін 28 маусым. Срочно шаруамша Құлсарға шығып кеттім. Мынау Атыраудан шыға беріс Адай чайханадан кейін, мына Адай чайхана мынау оң жағымыз. Ана жерде өткенде суда қалып қойған машина әлі тұр деймін да. Құдай сақтасын, осыдан дейтін до конца неге дейін түсіріп бардық қой. Қай жерге дейін тіреледі екен мына су деп. Екі жағымыздың бәрі полностью солай до конца су. Соған ойлап кеттім, мына су енді қай жерге дейін барады екен, до конца Қарабатанға дейін ба, қай жерге дейін екен су деп. Түсіріп кеттім, шеті жоқ мына судың дейтін. Құрсын, мен айтам, мына су қай уақытта кетеді, мынау енді уже үйіл басталайын деп жатыр, білмеймін, енді шіліңгір шілде деп сіңіп кетпесе, білмеймін, сіңеді деп айта алмаймын мына суды. Енді мынаның дейтін көлемі дейтін кәдімгі теңіз сияқты ғой. Мына суды мен жерге сіңіп кетеді деп айта алмаймын. Ғайыптан ғайып бір ұшып кетпесе, мына жерде дейтін білмеймін, әлі тракторлар, әлі техникалар жұмыс жасап жүр жолдың бойында өткізіп. Бір жақ жанымен өткізіп отыр, соған қарағанда бір жақ жанынан су ұшып кеткен сияқты, бір жақ жанымен өткізіп тұр, жіберіп. Ар жағын тоқтатып, бер жағын жіберіп, солай жұмыс жасап тұр. Не болса да енді Алла сақтасын, кейін қарай бұйырса ертең қайтамыз. Су ұшып кетпей аман есен әйтеуір елімізге жетуді Алла нәсіп етіп қойсын. Құдай сақтасын. Мына су дейтін кәдімгідей қорқынышты. Оның үстіне дейтін уже неше күн, бүгін дейтін 3-ші күн ба, жаңбыр ғой. Күн бұлттанып тұр, қара бұлт болып, бірақ аман есен жеттік Құлсарға. Мына дейтін әлі асып батырмыз, әлі су деймін, екі жағым. Қай жерге дейін барады екен деп мен де қоймай түсіріп келатырмын ғой. Мына өткенде салған бөгеттерді бірақ фака ұстап тұр енді. Бірақ кейбір жерлерде астары ылғалданып, сумен ылғалданып тұр. Әлі жүріп кеттім, екі жағы дейтін, жайылып кеткен су дейтін. Мынау оң жағым, мынау сол жағым, екі жағымды да жүріп кеттім. Масқара деймін мына су. Білмеймін, 94-те қандай болған, 94-те бұдан да 94-те келген су дейтін бұның қасында ойнап қалады дейді ғой, әйтеуір үлкен кісілердің айтуынша. Мен 94-те білмейді екенмін қандай су келген. 94-тегі су бұдан да бұның қасында чепуха дейді. Мына су білмеймін, бір несі жоқ. Кететін түр жоқ мына судың, қай уақытта кететін белгісіз. Бір Аллаға мәлім. Әлі жүріп кетірім. До конца суыма деп қорқып кеттім, құрсын мынандай суыма до конца деп. Соған түсіріп келгенде, анау не бар ғой, Қарабатанның бер жағында. Қарабатанның бер жағында дейтін местонахождение бар ғой, ана ГТ дейтін. Почти соған тіреліп тұр ғой су дейтін. ГТ-ге дейін. Деп жатыр, Құдай сақтасын деп. Осындай ол жайылатындай су, соншама дейтін, қайдан келіп жатырған су деп. Білмеймін, енді айтқыштар дейтін, осылай су дейтін, тағы да 2 жыл, 3 жыл, келесі жыл, оның арғы жылы 3 жыл қатарына осылай келеді дейді ғой. Мен айтам, қолдан жасалып жатырған, қолдан жіберіліп жатырған су ма не зат сонда деп. Мынау міне ГТ-ның несі, месторождение. Міне әлі су.